Сәлем қыздар, бүгін сіздерге арықтауда жүрген қыздарға арналған ПП пирожкидің рецептісімен бөлісемін, яғни ПП заливной пирог деп те аталады. Дұрыс тамақтануда жүрген қыздар ПП пирожкидің рецептісін іздеп жүрсеңіздер, онда дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Ең бастысы калориясы аз және денсаулыққа зияны жоқ. Ең бастысы дәмі енді керемет, сөз жоқ. Бір жасағаннан ақ керемет, жұмсақ, нәзік болып шығатын ПП заливной пирогтың рецептісімен сіздермен бөлістім. Менің каналым сіздердің арықтауларыңызға көмектесетін каналдардың бірі. Сол себепті каналға тіркеліп, лүпіл басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Маған тестасына қажет ингредиенттер айран, 2 жұмыртқа және тұз, қопсытқыш, ерітілген сары май, күріш ұны қажет болады. Диеталық ұнның кез келген түрін пайдалансаңыз болады, менде күріш ұны болды. Мұнда айранға менде 1 жұмыртқа қосылған, 2 жұмыртқаны қосып, енді жақсылап тұрып араластырамыз. Ерітілген сары май мен тұзды қосып, барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Он мен қопсытқышты біріктіреміз де, оны да жақсылап тұрып араластырамыз. Дайын болған ұнымызды сұйық массамызға 2 бөліп, 3 бөліп салып араластыратын боламыз. Салмасына қажет ингредиенттер піскен жұмыртқа, көкпия және қаймақ қажет болады. Жұмыртқамызды ұсақтап турап аламыз. Жұмыртқа мен көкпиязға қаймақты салып, жақсылап араластыратын боламыз. Үш ас қасық қаймақ салынды және дәміне қарай тұз саласыз. Өзіңізге ыңғайлы форманы алып, құймақтың жартысын құйып алатын боламыз. Құймақты тегістеп болған соң бетіне салмамыздың барлығын салатын боламыз. Құймамыздың жартысын салманың үстіне жақсылап барлығын құятын боламыз да, бетін бір тегістеп аламыз. Әсемдік үшін қалауыңызша күнжіт сепсеңіз болады. Мен күнжіт септім. 200 градуста 40-45 минутта пирогымызды пісіріп алатын боламыз. Міне қыздар, біздің пирог пісті, өте дәмді, жұмсақ болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Бір жасағаннан керемет, оңай шығатын заливной пирогымыз дайын. Қонақтарыңызға немесе шайға ұсынсаңыз болады. Дұрыс тамақтануда жүрген қыздар, ең бастысы сіздерге керемет ПП пирожки, яғни ПП заливной пирогтың рецептісі болды екен. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лүпіл басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған құрметпен Айнагүл.